Олар әлемде сирек кездесетін медициналық ақаумен туылған. Біз туылған кезде ата-анамыз бізден бас тартқан, бізді қабылдамаған. Олардың іші, бауыры, қуығы және үлкен дәрет жолы ортақ. Алайда Мона мен Сонаның жүрегі, өкпесі, миы бөлек орналасқан. Сонда мына аяқ сенікі ма? Иә, менікі. Ал мынау сенікі. Иә, Ал ортасын ұстасам ше, қайсың сезесіңдер? екеуміз де. Бірдей сезесіңдер ма? Бірдей. Сонда орталарыңнан сызық жүргізсек, сен сол жақты басқарасың, ал сен оң жақты басқарасың, солай ма? Иә, Бұны сен сезіп тұрсың ғой, иә, ал сен сезбейсің. жоқ, Бұны кім сезіп тұр? екеуміз де. Мына жақты ше, бірдей ма? Жоқ, Сона мына жақты сезбейді. иә, Жыныс мүшелерің бірдей ғой, иә, бірдей сезесіңдер ғой. иә. Олар Үндістандағы Дели қаласында кедей отбасында дүниеге келген. Кейіннен ата-анасы тастап кеткендіктен екеуін жергілікті Пингалора атты бірлестік өсірді. Ал қазір олар 19 жаста. Мына жерде екеуінің де арқасы бір белге қарай жалғасқан. Қалыңдығынан омыртқаның екеу екені білініп тұр. Сендер секіре аласыңдар ма? Менің салмағым ауыр. Жүгіре аласыңдар ма? Жоқ, біздің жүрегіміз қатты соғады. Екі аяғы, 4 қолы бар ағайынды бауырлар керемет үйлесіммен күнделікті тіршілікті бірге жүріп жасайды. Бұл сендердің бөлмелерің ғой. Иә. Олар өрмелеп шыға алады, жаза алады, баспалдақтан түсе алады және электр көлігімен жұмыстарына барады. Мона тежегішті басуға жауапты, ал Сона газды басады және олар рульді бірге басқарады. Екі әртүрлі ми миллисекундтар ішінде бірге жұмыс жасап тұрады. Біз электр инженерия саласын оқып бітіргенбіз. Қазір мемлекеттік жұмыс істейміз. Айлықтарың қанша? 20 000 рупий. Сонда екеуіңде айлық аласыңдар ма? Жоқ, біреу. Ақшаларыңды бөлек-бөлек ұстайсыңдар ғой. Жоқ, бір адам ұстайды. Ал жеке куәліктерің бөлек. Иә, куәліктеріңіз бөлек. Үйлену туралы не ойлайсыңдар? Болашақта үйленгілерің келе ме? Жоқ, иә. Бір адамға ма? Иә, бір адамға. 25-30 жаста. 25-тен асқан соң. Сонда бір адамға үйленесіңдер ғой. Иә, бір адамға. Кейін бір-біріңнен қызғаныш болмай ма? Біз әрдайым біргеміз. Қызғанудың мәнісі жоқ деп ойлаймын. Тек жұмыс мәселелерімен сөзге келіп қалуымыз мүмкін. Кейде бір-біріңмен сөйлеспей қалу деген болмай ма? Жоқ, ондайға уақыт жоқ. Біздің кестеміз өте тығыз. Төбелесіп, ұрсып қалмадыңдар ма? Жоқ, мүмкін бала кезімізде болған шығар. Ондай есімізде жоқ. Сендер бір адамға үйленем дедіңдер. Егер ол біреуіңе ұнамай қалса, Жоқ, олай болмайды. сендерге қандай қыздар ұнайды? Біз негізі ол туралы ойланбаппыз да. Егіздер екі бөлек жейде киеді. Төменгі жағын біріктіріп тігіп алады. Екі жігіттің тағдырлары бірдеңеге байланысқан. Және егер екеуінің біреуі қылмыс жасап түрмеге отырса, ол екіншісінің тағдырына да әсерін тигізеді. Екеуің екі түрлі нәрсе қаласаңдар не болады? Мысалы, біреуі ұйықтағысы келеді, біреуі ояу жүргісі келеді. Кейде біреуіміз ерте оянып қоямыз. Егер біреуіміз шаршап тұрсақ, екеуміз де ұйықтауға тырысамыз. Баскетбол ойнайтын автоматта Сона Монаны басып озды. Бірақ та Мона допты бір лақтырғаннан дәл түсірді. Екеуіңнің қайсысы доминант, тік мінезді? Шешімді көбінесе кім қабылдайды? Бұл біз үшін ондай қатты маңызды емес. Біз шешімдерді бірге қабылдаймыз. Көбіне кім басқарады? Біз негізі бірдей деңгейде ойлаймыз. Ойлау жүйелерің жақсы ма? Жақсы. Өте жоғары емес, орташа. Кімнің мінезі ашық? Менің ойымша, Сонаның мінезі ашық сияқты. Иә. Көбіне Сона отырған кезде Мона төменге қарай ығысады. Монаға ол ыңғайсыз, сондықтан денесін тең ұстауға тырысады. Дегенмен Сонаның бойы ұзындау, ал Мона айналасын қисық көреді.
Біреуге ғашық боп көрдіңдер ме? Жоқ, ешқашан қызбен жүріп көрмегенбіз. Мүмкін екеуіңде бір қызды ұнатқан кездерің болған шығар. Иә, бір рет екеуміз де бір қызды ұнатқан кезіміз болды. Бірақ бізде ондайға уақыт жоқ қой. Біз күнде азанда 7-де тұрамыз. Таңғы асымызды ішіп, жұмысқа кетеміз. Кешке 7-де келеміз. Кешкі асымызды ішіп, бірден ұйықтаймыз. Осылай күнде қайталанады. Немен айналысқанды ұнатасыңдар? Телефон ойындарын ойнаймыз. Басқа нәрселермен айналысуға мүмкіндік жоқ. Біздің қолымыз босамайды. Бөлек телефон ұстайсыңдар ма, әлде бір телефон? Бір телефон. Бірге ойнайсыңдар ма? Жоқ, мен ойнамаймын. Оны Мона ойнайды. Ол ойнап жатқанда сен не істейсің? Мен қасында отырамын. Еш нәрсе істемеймін. Кейде көмектесем. Қарын ашқанды екеуің бір уақытта сезесіңдер ме? Иә, біздің денеміз солай жұмыс жасайды. Егер мен ауырып температурам көтерілсе, жарты сағаттан кейін ол да ауырып бастайды. Егер сен зиянды тамақ жесең, ол Монаны семіртуі мүмкін. Сендер тамақ тәртібін қадағалайсыңдар ма? Иә, біз не жейтінімізді қадағалаймыз. Бірақ кейде пицца жеп тұрамыз. Олардың қан айналым жүйесі бірдей болғандықтан, біреуі қант көп зат жесе, екіншісінің қанында ол көбейіп кетеді. Егер біріншісінің миы өлсе, салдарынан екіншісі тірі қала алмайды. Біз көшеге шыққан сәттен бастап, оларға барлығының көзі түсті. Делиде 2003 жылы туылған кезінде олар Индия медициналық ғылымдар институтына бөліп алу үшін операцияға жіберілген. Бірақ операция жасалмаған. Себебі дәрігерлердің айтуынша, егіздерді бөлсе екеуі де тірі қалмайды. Егер екеуіңді бөлу мүмкіндігі болып таңдау жаса десе, нені таңдайсыңдар? Жоқ, біз оны қаламаймыз. Біз ол туралы ешқашан ойланбаймыз. Біз осылай қаламыз. Бұл Құдайдан берілген сый. Біз осы қалпымызда адамдарға ұнаймыз. Құдай шынында осындай дене беріп, бізге ерекше өмір сыйлады. Біз тек алғыс айтамыз. Адам кейде жалғыз өзі оңашада қалғысы келеді. Сендерде ондай бола ма? Біз бірге жүрсек те бақыттымыз. Керісінше, әрқашан қасында біреу болса, ол керемет емес пе? Өмірде мақсаттарың қандай? Кім болғыларың келеді? Әнші болғымыз келеді. Арижит Синг сияқты ән айтқымыз келеді. Егер бір нәрсе жасағың келсе, қолыңнан келе ме жоқ па, күмән келтірме. Күмәнмен өмір сүретін болсаң, еш нәрсеге жете алмайсың. Бос жүрмеген жөн, көп оқып, жұмыс істеп, еңбектенуің керек. Әрбір күніңе Құдайға алғыс айт. Мона көбірек ізденімпаз келеді, және қызыққан нәрселерін ұстап, көріп білгісі келеді. Көбіне басқаратын Сона, және ортақ телефон соның қолында жүреді. Телефонға Сона жауап береді, және өзі қоңырау шалады. Біздің диалогымыздың нәтижесінде ағайындылар 414 сөз айтқан. 65%-ын, яғни 269 сөзді Сона айтса, ал қалған 35%-ын, яғни 145 сөзді Мона қолданған. Бір қызығы, кейде екеуі де бірдей уақытта сөйлеп, бірде 81 сөз қолданды. Әңгіменің 20%-ында екеуінің милары бірге жұмыс істеп, бірде сөйлеп отырған. Олар оң және сол аяқтарын кезек-кезек басу арқылы құламай жүреді, және көлікті соқпай жақсы айдайды. Электрик боп жұмыс істесе де, олар әнші болуды армандайды. Егіздер бір адам сияқты болғанымен, мінездері қатты ұқсамайды. Керісінше, бөлек қалаулары мен мақсаттары бар екі түрлі тұлғалар. Видео ұнаса, лайк бас, пікір қалдырыңыздар.